Кітапхана руханият ордасы, парасат үйі, елдің әдебиеті мен мәдениетінің ошағы болып табылады. Мен Санкеш Эльмира Ерболатқызы кітапхана ісі мамандығын бітіріп, 4 жылдан аса қызмет етіп келемін. Менің таңдаған осы жолым үлкен жауапкершілікті, жаңашылдықты, шығармашылықты талап ететін ұлы жол. Кітапханамызда жас оқырмандардың кітап оқуға назарын аудару, сауаттылығын арттыру, оқу мәдениетін қалыптастыру, өңірімізде ұлттық әдебиетіміздің ең үздік туындыларын насихаттау, олардың уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында оқуға құштар оқырман, кітаптар әлеміне саяхат, 100 кітап, электронды кітап заман талабы, тағы басқа жобалар атқарылуда. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай, ғасыр саңлағатты тұлғатану сағаты, Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай, дәуірдің ұлы ғасырдың үні атты кең көлемді кітап көрмесі, портреттік кеш, Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа кітабына 65 жыл толуына орай, оқырмандар конференциясы, әнші Роза Бағланованың 100 жылдығына орай, Table Talk және Fun Fiction, тағы сол сияқты шаралар ұйымдастырылуда. Оқитын ұрпақ ұлт болашақ атты кітап оқытуды дамыту жобасы жаңа нұсқада жаңартылды. Осы жоба аясында эстафеталар мен акциялар, онлайн әдеби кездесу кештері, онлайн Zoom форматында байқаулар, интеллектуалды ойындар өткізіліп, осы шаралар Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok, YouTube әлеуметтік желілері арқылы жарияланады. Оқырмандарды кітапханаға тарту мақсатында заманауи TikTok желісін жас пайдаланушылардың көп отыратын ескере отырып, жастарды кітап оқуға шақырғым келді. Қолжетімді әрі қысқа видеолар, трендтегі әдебиеттерді әлемге танымал мотивациялық, психологиялық кітаптар және кітапхана шаралары қолданушылардың назарын бірден аударып, кітапхананың аудиториясын жас оқырмандармен толуына ықпал етті. Әр TikTok қолданушының жазған пікірі мен ұсыныстары ескеріле отырып, сұраныстағы кітаптарды насихаттау, акциялар, челлендждер арқылы ұйымдастырылуда. Нәтижесінде кітапхананың белсенді оқырмандары біздің TikTok каналымызда сүйікті кітабымен бейнеролик түсіріп, алған әсерлерімен бөліседі. Дәстүрлі әдістерге құрмет көрсете отырып, біздің кітапхана заманауи байланыс құралдарының көмегімен оқырмандарды тартуға, жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға тырысады. Кітапхана мен үшін үнемі даму мен жаңарудың, рухани тұрғыда өзін-өзі жетілдірудің озық үлесі, жаңа инновациялық технологиялар, ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін жер. Игілікті істер мен көпшіліктің назарын аударып, үлгілі ұрпақ тәрбиелеуде қосып жатқан үлесім жаңа белестерге жетелейді.